Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай мен YouTube жолына жалғастыра беретін боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай және де печеньелеріңді алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Короче, міне бір фул машина болып келдік, екі баламыз өліп қалды, ал Хрези екеуміз әлі балдардың бәрін айырып тастап, енді өзіміз осы вышканы ұстағалы жатырмыз. Ал бізде вышканың бітуіне ровно 4 секунд қалды. Қазір 4 секундтан кейін бізде бітеді. И чатқа сюда деп жазамыз. И сюда, достар, біз арзамас вышканы ұстады. Және де достар, міне көріп тұрғандарындай бізде осындай парад болған болатын. Міне қараңыздар, парадты өте көп адам болып, мен диал деп жазып, мен ойыннан шығарып жүріп телефоны вообще қатып қалған жайым бар енді. И достар, короче, ежедневный кейс берді. Мен осы Black Pass деп жатырмын. Если мен екі ежедневный кейс ашатын болсам, маған осындай стандартный кейс береді. Енді сразу біріншісін ашып жібереміз, и бізде осындай скутер түсті. Бұны сразу распыть етіп жіберетін боламыз. Бізге особыйға кішігірім жол болады. И осы последний ашып жібереміз, и бізге Black Pass'тың XP түсті. И бұл бізге тоже керек болады. И басамыз, и бізде стандартный кейс берді. Короче, 500 BP XP аламыз, сосын стандартный кейс аламыз. Енді, короче, достар, қазір стандартный кейс ашатын боламыз. Оғанға дейін видеоны лайк басып каналға тіркеліп отырыңдар. Енді қарап қойыңыздар, достар, мына жерде хотя бы енді бір Porsche либо нормальный көлік түссе екен деп тұрмын. Хотя бы Subaru или Маска свина деген сияқты. Неге десеңдер, Маска свинаны, короче, мен севать етіп жүремін да, особыға кішігірім жол болады. Ал бізде басып жердік машина түссе вообще бомба болады. И бізде көк, и бізде барега түсті. Осы бареганы қазір біз распыть етіп жіберетін боламыз 130 пыльға. И ауыстырғаннан кейін бізде кристалл қанша болады, қазір қарашырек. И бізде 740 кристалл болды. Бұл бізде особыға кішігірім жол деп айтсақ та болады. И достар, маған подписчигім подарок еткен Sport Plus Skyline'ды мен қазір сатып жіберген болатымын. 1,80,000-ға сатып жібердім. Енді осыны, енді қалған ақшаға, короче, Казикқа барам деп шештім. И мына жақта осы Silverді сатып алғалы жатырмын. Ең бірінші жаңа Казикқа барып 10 миллион көтеріп алдым. И менің қалтамда 10 миллион 90 бар. 4 миллионға осы Silver 6x6-ны сатып алған болатынбыз. Бұл, короче, жақсы көлік, семейныйға. Так, мында, короче, қазір кар деп жазамыз да. Так, пожалуйста, подождите. Қазір чуть-чуть шыдаймыз да, қайттан басамыз да, Silverімізді шығаратын боламыз. И, короче, Silverді аламыз. И, так, вместо выгрузки. И, достар, көріп тұрғандарындай, все бізде ашылды. Так, ойбай. Да, достар, бізді көлігімізді біреу алдап кетті, ұрып кетті. Так, все, да? Енді что? Ойбай, еба, достарынан не өкіп бітті. Короче, қазір выгрузить салатын боламыз. Телефонымда қатып кетті ғой. Ал, Деді Ханзо деген таза ешек адам екенше, ойбай. Ойнасам, но мен до конца ойнайын дедім да, короче, НРП чатқа алдым да, репорт жазып, короче, осылай Деді Ханзо деген балаға естіп жазып қойдым. 470, не помеха игрового процессу деп жазып қойдым. Енді, если қазір мешать ететін болса, бізде осылай болды. И бізде бұл бізге аним істеп жатыр. И біз ұстаймыз да, так, отырамыз да, резко жауып қаламыз. И все, достар. Ойбай, мен достар жанына отырып аппын, мән, не болматын өше. Так, все, қазір түсеміз да, қазір қайттан ашап отырып қалатын боламыз. И резко басамыз. И қазір омбаған отырмай тұрғанда өшіп жеріміз. И все. Осы Silverді біз ұстадық өзіміздің күшімізбен. Енді ары қарай біз қайда барамыз? Ары қарай осы көлікпен анау цветін ауыстыруға өшім кеттік, достар. Цветін ауыстыруға баратын боламыз дәл қазір. И ойбай, так, қазір достар күте тұрыңдар. Қазір подписчигім сұрап атқасын, короче, казиноға кел деген болатын. Қазір сол жаққа барамыз да, подписчигімізді Фамаға қосып алатын боламыз. Содан кейін барып Фамадағы осы көлікті цветін ауыстырып, ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Достар, мен ютубтағы активім что-то азайып жатыр, сондықтан активімді кәдімгідей көтеріп жіберулеріңізді сұраймын. Және де достар, алда тағы конкурс болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңдар, комментарий көп жазыңдар. Кім көп комментарий жазады, соған 500 теңге сыйға тартатын боламын. И ары қарай жалғасып жүре береміз. Так, енді қазір казиноға барамыз да, подписчигімізді Фамаға қосып қоятын боламыз. И достар, уже бір күн өтіп кетті, кеше Фамаға қостым да кетіп қалған болатымын. И кузовты басамыз, цвет кузова. И на жерде арнар цветін басатын боламыз. Достар, мына цветі. Так, но цвет что-то кеме. Мне, достар, мне примерно осы цвет. Походу, осы цвет. Енді сәл астаға қарай түсіретін боламыз. Нормальный таңдау істеу керек. Мне примерно осылай. Үйбей, үйне өкпетті. Так, примерно
Так, міне мына осындай болса, так мынаны былай сәл бүйтіп азайтып қояйық. Все достар, әдемі деп ойлаймын. Енді 22.200 теңгеміз кетті бұл үшін. И еженедельный деген блэкпаста орындалды. Енді достар, келесі бөлімде осы А21-ді алатын боламыз. Сосын оны госқа сипат етеміз, ойшын көретін боламыз бәрін. И достар, осыған 444 PPX07 деген номерін знагымызды тақып қоятын боламыз да фамамызға қосып қоятын боламыз. Бүгінгі видеоның итоғы бойынша, яғни соны бойынша қорытындылай келе, бізде бүгінгі видеода 10 миллион плюс болдық. Сосын ағарай осы көлікті домға парковать ететін боламыз. И парковать еткенде осы көлікті бізде 4 миллион кетті. Сонда фамадағы спиди яхта бар, тағы да басқа заттар бар. Сонда біздің фаманың автопаркі уже 30 миллиондай болып тұрғы да, или чо. В общем, достар, на жақтың рыногы не знаю, сондықтан мен осы примерно айтып тұрмын 30 миллион. Владимирда осындай автопарк болса, менің автопаркым осылай 30 миллион болушы еді деп айтсақ та болады. И чотан бады жазып қоятын боламыз чатқа.